Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қыс мезгілінде голубцы жасау үшін болгар бұрышын мұздатқышта қалай дұрыс сақтау керек екенін және де қызанақты қалай дұрыс сақтауды көрсететін боламын. Ең алдымен болгар бұрышын дәнегінен тазалап, жақсылап жуып аламыз. Және де голубцы тамағына жарамды деген осындай әдемі болгар бұрышын кептіріп, осылай сүлгінің бетіне қойып қоямыз. Және де қисық өскен голубцы тамағына жарамайтын болгар бұрышын осылай төрт бұрышты етіп турап, тамаққа қосқанға, сорпаға қосқанға төрт бұрышты етіп турап, мұздатқышқа салып қатырамыз. Дәл осылай бір-біріне тегізбей тақтайдың бетіне мұздатқышқа қатыратын боламыз. Шамамен бір түн уақыт қатқаннан кейін осы болгар бұрышы осы жабыспай, бір-біріне тимей қататын болады. Сөйтіп оны целлофанға салып, орын аз алу үшін ары қарай мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Бұл видеода болгар бұрышының алдын ала бір бөлігін қатырған болатынмын. Осылай бір-біріне жабыспай, тимей, әдемі болып қатқан. Және де осы тақтайға бір-біріне тегізбей немесе бір-бір данадан целлофанға салып қатырсаңыз да болады. Және де қатқаннан кейін болгар бұрышын дәл осылай целлофанға салып қойсаңыз аз орын алатын болады. Және де қыс мезгілінде голубцы тамағын жасау үшін осы болгар бұрышын дәл осы қатты күйінде фаршты салып тамақты жасай бересіз. Оны ерітіп қажет емес, ол еріген соң ол жарамсыз болып қалады. Және де қайтадан мұздатқышқа салған кезде өз формасына қайта келмейді. Екінші бөліктегі болгар бұрышын дәл жаңағыдай етіп қатыратын боламыз. Және де болгар бұрышы бір-біріне мүлдем тимеу керек. Егер тиген жағдайда сынып голубцы тамағына жарамсыз болуы мүмкін. Енді қызанаққа кірісетін боламыз. Қыс мезгілінде қызанақтан пиццаға немесе тещин язык салатына пайдалану үшін осылай домалақ етіп алдымен турап аламыз. Барлық қызанақты турап болғаннан кейін кәдімгі целлофанға немесе осындай пищевой пленканы пайдалана отырып бір-біріне тегізбей қызанақтарымызды қойып шығатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай бір-біріне тимейтіндей етіп қызанақтарымызды қойып шығамыз. Және де үстіне пищевой пленка қойып, мұздатқышта аз орын алу үшін бір-бірін үстіне орап және де тимейтіндей етіп осылай қойып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бұл алдын ала қатырылған қызанақтар. Және де осылай ашып бөлме температурасында сәл уақыт ұстасаңыздар бұл өздігінен ажырайтын болады. Қалған бөлігін мұздатқышқа ары қарай салып қоюға ыңғайлы. Жаңағы пищевой пленкаға ораған қызанақтарымызды осылай бір тегіс болып қату үшін тақтайға салып мұздатқышқа саламыз. Және де қызанақтың қалған бөлшектерін осылай майда-майда етіп турап пластик ыдысқа салып мұздатқышқа салып қоямыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Және де бұл видео барлығыңызға пайдалы болды деген ойдамын. Қош сау болыңыздар.